Сәлеметсіздер ме? Менің есімім Леспек Іңкәр, номер 66 жалпы білім беретін Қазығұрт мектебінің 8-ші сынып оқушысымын. Бүгінгі қаралатын номинация тақырыбы осындай мамандық бар. Мен бүгінгі номинацияға киберқауіпсіздік мамандығын таңдадым. Киберқауіпсіздік бұл цифрлық шабуылдардан жүйелі желілерді және бағдарламалық қамтамасыз етуге қорғау бойынша іс-шараларды жүзеге асыру. Киберқауіпсіздік білім беру бағдарламасы студенттерге бағдарламаның жасақтама жасау және әртүрлі масштабтарда қызмет ету саласында өзін көрсетуге мүмкіндік беретін бағдарламалық жасақтама негіздерін, пәндерін қамтиды. Жаңа технология күн сайын дамып келе жатыр. Ақпараттық қоғамдағы адамдардың белсенділігі артқан сайын киберқауіпсіздік бүкіл әлем үшін аса маңызды мәселеге айналып отыр. Себебі жеке адамдардың деректеріне ғана емес, ірі компаниялар мен ресми органдардың сайттарына шабуыл жасайтын хакерлер көбейіп келеді. Осыған байланысты IT саласында жаңа мамандық түрі киберқауіпсіздік маманы ашылды. Бұл киберқауіпсіздік маманы бізге 1950 жылдан бастап келе жатыр. Бірақ бұл мамандық әлі күнге дейін ауқымды дамымаған. Қазіргі таңда елімізде киберқауіпсіздік мамандығы тапшы болып отыр. Ал хакерлер саны апта сайын артып келуде. Қазір көптеген жеке тұлғалардың және банктердің есепшоттары интернеттік жолмен қолды болуда. Хакерлер есепшоттарды бұзып, ішіндегі ақшаларды тонайды. Осы жағдайда киберқауіпсіздік маманының алар орны ерекше. Банктер мен бай адамдардың бұғатталған есепшоттарын қалпына келтіріп, оларды залалсыздандырады. Әрине, ол үшін өте көп жалақы алады. Киберқауіпсіздік маманы айына алатын жалақысы доллармен есептегенде $500-600 құрайды. Әрине, тәжірибесі артқан сайын айлық көлемі де артады. Яғни, киберқауіпсіздік маманның бір айлық көлемі тәжірибе артқан жағдайда $1500-3000 құрайды. Сол себепті осы мамандықтың қыр-сыры мен маңыздылығы мені қызықтырды. Сонымен қатар, киберқауіпсіздік болашақтың мамандығы. Кибермаманы сайттарды компьютерлік шабуылдардан қорғайды. Компьютерлік ақпаратқа шабуыл электрондық ресурсқа, ақпараттық жүйеге рұқсатсыз әсер ету немесе оларға бағдарламалық ақпаратты құралдарды қолдана отырып қолжетімділік алу арқылы қауіп қатер төндіру іске асырудың мақсатты әрекеті. Киберқауіпсіздіктің 3 аспектісі болады. Біріншісі қолжетімділік, яғни қажетті ақпараттық қызметті ақылға қонымды мерзімде алу мүмкінділігі. Екінші тұтастық, ақпараттық өзектілігі мен дәйектілігі, оны жойылудан және рұқсат етілмеген өзгерістерден қорғау. Үшіншісі құпиялық, рұқсат етілмеген оқудан қорғау. Ақпараттың қолжетімділігін, тұтастығын және құпиялығын бұзу ақпараттық компьютерлік жүйелердегі әртүрлі қауіпті әсерлер туындауы мүмкін. IT саласының кибермаманы Қарлығаш Мұхитова білімін жетілдіру мақсатында болашақ бағдарламасымен Англияға оқуға түседі. Қарлығаш Мұхитова Англияда ғаламторды ойлап тапқан Тен Бронслер және биометрика ғылымына үлес қосқан адамның бірі Ман Никсен секілді атақты адамдардан дәріс алған. Ол елде IT саласының киберқауіпсіздік маманы жақсы дамыған. Англияда оқуын аяқтап алған білімін өз елімізге қолдануды жөн көрді. Халықтың тұрмысын жеңілдету мақсатында Қарлығаш Мұхитова түрлі жобаларды алып жүзеге асырды. Соған орай 2013 жылы науқастарды дәрігерлердің қабылдауын жеңілдету тақырыбындағы үздік жобасы үшін елбасы Нұрсұлтан Назарбаевпен кездесті. Осы секілді білікті мамандар елімізге қажет. Жақсы, ал енді мамандықтың оң және теріс жақтарына келетін болайық. Артықшылықтары: ақпараттық қауіпсіздік көбірек және тиімдірек қорғауда қажет ететіндіктен еңбек нарығына тұрақты сұраныс. Екіншіден, жалақы мөлшері жоғары, әсіресе астаналық аймақтарда. Үшіншіден, деректерді қорғаудың соңғы технологияларымен танысу, мамандырылған конференцияларға, семинарларға, ақылы оқуларға қатысу. Төртіншіден, әртүрлі кәсіпқойлармен қарым-қатынас таныстарға негізделген желі құру. Ал кемшілігіне келетін болсақ, біріншіден, жеке және коммерциялық тіпті мемлекеттік маңызы бар аса маңызды ақпараттың сақталуына жауаптылықтың өте жоғары деңгейі. Екіншіден, стресс және форс-мажорлық жағдайлардың көптігі. Үшіншіден, ұйымның бөлінген құрылыммен жиі іс-сапарлар. Киберқауіпсіздік мамандары қандай салаларға қажет? Жалпы киберқауіпсіздік маманы техника дамыған бүкіл салаларға бара алады. Қазір киберқауіпсіздік мамандарының көмегі көбінесе банк жүйесінің қызметкерлеріне қажет. Тек қана банк саласына ғана емес, интернет порталына және де интернет сауда салаларына өте қажет. Қазіргі таңда елімізде 30 мыңға жуық киберқауіпсіздік маманы жетіспейді. Елімізде баламасы жоқ киберқауіпсіздік жүйесі ТМД-да сұранысқа ие.
Киберқауіпсіздік маманы болу үшін қайда оқуға болады? Киберқауіпсіздік мамандығын IT мектептерінде, университеттерінде және де ақылы курстарда оқып үйренуге болады. Оған қоса бағдарламалар арқылы біліміңізді шетелге барып дамытуға болады. Киберқауіпсіздік маманы білу керек заттар. Біріншіден, веб әзірлеудегі үлкен тәжірибе. Екіншіден, SQL деректер қорын білу. Үшіншіден, сыртқы енудің жасырын көздерін анықтау мақсатында кодты құрылымын түсіну, яғни А-дан Я деңгейіне дейін болу. Қорытындылай келе, киберқауіпсіздік маманы еліміз үшін маңызды болашақ мамандығы. Қазақстан қоғамы мен нарығында сұранысқа ие мамандық киберқауіпсіздік маманы.